Саламатсыздар. Бүгін киімді қалай үтіктеу керек, тіккен киімнің тігістерін қалай үтіктеу керек түсіндіремін. Мынау кеше тіккен трикотаж көйлегіміз. Осыны әрбір выточкаларын, жеңдерін тігу үшін осындай бізге подушка керек. Қолдан тігіп алсаңыздар болады. Ішіне синтефон нығыздап салсаңыздар болады. Бұлай тіккен себебім жеңді де кіргізіп, шалбарды да кіргізіп тігуге болады. Мен бұны қолдан тіктім. Енді выточкаларын тігу үтіктеу үшін ішіне салып, үстінен бастырып, марлы матасына немесе осындай ХБ матаны сулап үтіктейміз. Егер үтігіңіз паровый жақсы үтік болса, пармен үтіктесеңіз болады. Бірақ мен осындай ХБ матамен сулап үтіктеймін. Паровый үтік болса да, себебі жақсы үтіктеледі. Осылай басып үтіктеп шығамыз. Выточкалар бір-біріне қарама-қарсы болу керек. Осылай жақсылап 2-3 рет мата кепкенше үтіктейсіздер. Сол кезде тігісі әдемі болып жатады, үтіктеледі. Көп киімнің тігісі үтіктегенге байланысты әдемі шығады. Сол себепті жақсылап үтіктейміз. Барлық тігістерін осылай үтіктеп шығамыз. Иық болса, иыққа былай қою ыңғайлы. Жеңінде сразу үтіктейміз. Осылай қатты басып үтіктейсіздер. Үтік ауыр болса, өте жақсы болады. Мынау аптачкасын ішіне қарай көрсетпейтіндей етіп, үстінен басып үтіктейсіздер. Осылай қойып үтіктесеңіз, астындағысы мұжылып қалмайды. Басып үтіктейсіздер. Марлымен үтіктесеңіздер де болады, бірақ марлы өткізеді арасынан. Сол кейбір киімдер, синтетика киімдер күйіп қалуы мүмкін. Енді жеңін үтіктейтін болсақ, жеңін мынау жіңішке жағын саламыз. Жеңін міне қолға кигендей болады. Производственный утюгтар сияқты бұлай үтіктеп аласыздар. Тігісін басып үтіктейсіздер. Сол кезде екі шетіне сызық түсіп қалмайды үтіктегенің. Осындай подушкамен үтіктегеніңіз жақсы. Екінші жеңінде дәл осылай үтіктейсіздер. Шеткі жандағы тігістің бәрін осылай үтіктейсіздер. Жанында тігіс артқа қарай жату керек. Келесі жағында солай үтіктейсіздер. Барлық тігісті осылай подушкамен үстінен басып үтіктеп шығыңыздар. Артқы тігісінде осылай үтіктеп шығыңыздар. Обязательно осылай подушка тігіп алыңыздар. Тігіп үйренем десеңіздер. Міне барлық тігісін осылай екінші жағында осылай тігіп шығасыздар. Белінің тігісінде подушканы кигізіп үтіктейсіздер. Етегінің тігісін солай үтіктесеңіздер де болады. Подушканы үстіне қойып болмаса, бір-біріне беттестіріп үтіктей бересіздер.
Мен кеңесім сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Рахмет көргендеріңізге. Сау болыңыздар.